Достар, сіздермен бірге қазақ тіліндегі спорт жайлы YouTube арна ERA-X. Видео ұнаса, видеоға лайк басып, арнаға тіркеліп қойыңыздар. Алматы қаласында өткен аса 105 турнирі өз мәресіне жетті. Сонымен қазақстандық аралас жекпе-жек шебері Нұрсұлтан Қасымханов Алматыдағы аса 105 турнирінде сәтті өнер көрсетті. Қазақстандық файтер белорусиялық Иван Жбирбляға қарсы жұдырықтасқан болатын. Қасымханов қарсыласын бірінші раундта нокаутқа жіберіп жеңіске жетті. Бұл Қасымхановтың спорттық мансабындағы 10-шы жеңісі. Ал Ермек Тлоов Алматыдағы турнирде өкінішке орай жеңіліс тапты. Ермек Тлоов ресейлік Алихан Сулеймановқа қарсы жекпе-жек өткізді. Кездесу екінші раундтан кейін Тлоовтың аяқ жарақатына байланысты аяқталды. Қазақстандық файтер кездесуді жалғастыра алмады. Алматыдағы аса 105 турнирінде қазақстандық Евгений Егенбердиев қарсыласын нокаутпен жеңді. Евгений Егенбердиев польшалық Король Селинскиймен кездесті. Егенбердиев қарсыласын бірінші раундта нокаутқа жіберді. Бұл қазақстандық спортшының спорттық мансабындағы 11-ші жеңісі, ал Король Селинский 9-ші рет жеңіліс тапты. Қазақстандық аралас жекпе-жек шебері Асылжан Бақытжанұлы Алматыдағы аса 105 турнирінде сәтті өнер көрсетті. Қазақстандық спортшы испаниялық Даниэль Толедоға қарсы жұдырықтасты. Жекпе-жек бірінші раундта аяқталды. Асылжан Бақытжанұлы қарсыласын нокаутпен жеңді. Ал қазақстандық файтер Артем Резников Алматыдағы аса 105 турнирінде қылқындыру әдісімен жеңіске жетті. Артем Резников ресейлік Хамзат Аушевке қарсы өнер көрсетті. Бірінші раундта Резников ұрымтал сәтті пайдаланып қылқындыру әдісімен жеңді. Резников спорттық мансабындағы 21-ші жеңісіне жетті. Сонымен көптен күткен жекпе-жекте Арман Оспанов ресейлік Қара Жолбарысты нокаутқа түсірді. Жекпе-жек бастала салысымен спортшылар ашық айқасқа түсті, бір-біріне соққыларды жаудыра бастады. Расул Мирзаевтың дәл соққысынан кейін Арман тепе-теңдігін жоғалтып құлауға шақ қалды. Бірақ оған қарамастан Арман өр мінезділік танытып Мирзаевты соққылар астына алды. Бірінші раундтың ортан беліне келгенде Арман Қара Жолбарысты нокаутқа жіберді. Арманның жойқын соққыларынан кейін төреші жекпе-жекті тоқтатуға мәжбүр болды. Бұл Арманның спорттық мансабындағы 10-шы жеңісі. Ал Расул Мирзаев спорттық мансабында 18 рет жеңіске жетіп, 3 рет жеңіліс тапқан. Сіздермен бірге болған ERA-X арнасы.